Қайырлы күн, бүгін сіздермен осындай үлпілдек, жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге 1 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожжымызды қосып, жақсылап араластырамыз. 10 минутқа бетін жауып жылы жерге қойып қоясыздар. 10 минуттан кейін алып 2 ас қасық майонез қосып, қалған ұнымызды қосып, жақсылап қамырымызды илейміз. Су қажет емес. Қамырымызды жинап алғаннан кейін жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоясыздар. 3-4 рет қайтарып илеңіздер. Қамырымызды күлшелеп алып, қажет формаға бауырсақтарымызды жайып аламыз. Бауырсақты жайып алғаннан кейін мен дөңгелекше етіп кестім. Менде осы шай пәрнектің қақпағымен. Кесіп алғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қалдырасыздар. Қызып тұрған майымызды пісіріп аламыз. Араластырып отырып, өте үлпілдек, осындай керемет болып шығады, жасап көріңіздер.